Сәлем менің оқырмандарым, қалдеріңіз қалай? Яғни мен сіздермен 40 жыл, 50 жыл болған табаның күйелерін, яғни стеклянный ыдыстарыңыздың барлығын қалай кетіру керектігін бөлісетін боламын. Мына кастрөлдің ішіне суды қайнатып, ішіне фейри мен сода ғана саласыздар. Болды. Ешқандай қымбат средствоның қажеті жоқ. Шығынданбайсыздар. Мынау бұрынғы стеклянныйлар, ол барлықтарыңыз үйлеріңізде бар болар. Яғни менің экомама деген парақшам, ол менің егіздерім бар үйде. Эконың арқасында дүниеге келген. Аллаға шүкір, барлық шашып маған дайындап қойған. Мейлі, Аллаға шүкір. Яғни мына қазанда қайнап тұрған суға біздер стеклянныйларды салдым. Қараңыздар, алып шықтым. Содан кейін щеткамен ысқылап, күттай бетін сипап жіберсеңіздер, өзі түсіп қалады. Дәл осылай жылтырап шыға келеді, қараңыздар. Жылтырап тұр ғой. Мынау қайнатпағанға дейін, мынау қайнатқанға дейінгі. Қараңыздаршы, айырмашылық қандай? Қыздар, бешбармақ деп ойлап қалмаңыздар. Әрине, бұл стекляшкаларды мен қайнатып жатырмын. 10-15 минут қайнатасыздар болғаны. Мына подносты қойып қойған себебім, әр жағында аппақ фоным бүлініп қалмасын деп, күйіп қалмасын деп, сондай қойып қойғанмын. Қараңыздар, қолдарыңызға міндетті түрде перчатка киіңіздер, бүлдіріп аласыздар. Стекляшкалар өте тап-таза. Әппақ, мына табаларды қараңыздар, шок қой, мына шок. Вообще супер ғой. Қыздар, оқырмандар менің, жасап көріңіздер, көрермендерім, жасап көріңіздер, міндетті түрде. Арзан. Не үшін шығынданасыздар сіздер? Дәл осындай аппақ қасықтарыңызды аппақ қылып аласыздар. Қонаққа қойғанда да приятно болып тұрады ғой. Самый главный, бұл қымбат емес, өте арзан. Үйде қарапайым жасап аласыздар. Қараңыздар, қандай керемет, жалтырап тұр. Сіздер жасап көріңіздер, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.